Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге дәл осындай клубника в шоколаденің дәл осындай букет түрін бірге жасап көретін боламыз. Өте оңай жолын көрсететін боламын. Үй жағдайында да дәл осылай жасап, өздеріңіздің туған туысқандарыңызға сыйласаңыздар болады. Ешқандай сатып алып, шығынға батудың қажеті жоқ. Өте арзанға түседі. Менімен бірге болыңыздар, мен сіздерге дәл осы клубника в шоколаденің қыр-сырымен бөлісемін. Ең алдымен осылай құлпынайларымызды салқын суға жуып, салфеткалардың көмегімен құрғатып алатын боламыз. Міндетті түрде біртіндеп дәл осылай салфеткамен құрғатып шығамыз. Кондитерлік мешоктың басын осылай байлап қойдым мен и банканың ішіне жылы суымды құйып, осылай мешокты орналастырдым. Мұнда аппақ шоколадты водяной баняға ерітіп алдым. Микроволновкаға ерітпеңіздер, менің кеңесім тек қана водяной баняға, яғни судың ішіне осы ыдысымен бірге қойып, ерітіп аласыздар. Осылай қараңыздар, құлпынайларыңыздың қатты жеріне шпажканы кіргізіп, жапырақтарын жинап қолмен, осылай шоколадқа батырып алатын боламыз. Қараңыздар, дәл осындай болып шығады. Осылай банкілерге күріштерді немесе осылай жүгерілерді салып, ішіне қадап шығатын боламыз дайын болған құлпынайларымызды. Қараңыздар, клубниканың қатты жеріне кіргіздім, сосын жапырақтарын жинадым. Осылай жаймендеп шоколадқа аунатып аламыз. Негізінде клубниканың екі түрі болады. Ол жердің құлпынай және де жылыжайда өсетін құлпынайлар. Біздің Қазақстанға көбінесе күн салқын кезде осы шетелден келетін құлпынайлар көбейеді, ал күн жылыған кезде өзіміздің жерден шығатын өзіміздің құлпынайлар көптеп келе бастайды базарларда. Міндетті түрде олар базарда сатылады, жердің құлпынайлары. Олар өте жұмсақ болады, дәмді болады, бірақ біздің осындай букет жасағанға ол дұрыс келмейді. Себебі ол өте жұмсақ болғандықтан, біздегі шпажканы тыққан кезде ол езіліп, яғни клубника өзін ұстап тұра алмайды. Сондықтан қатты клубника қолданған дұрыс. Көбінесе оны турецкий клубника деп атайды. Сондай клубникаларды алсаңыздар болады. Ал енді достар, маған осындай краситель қажет, яғни бұдан күлгін түс шығарамыз. Осылай 2 тамшы тамызды мен. Жеуге болатын красительдер бұлар, бояғыштар. Осылай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Міне дәл осындай күлгін түс шықты. Жаңағы банканың ішінде тұрған мешокқа осы шоколадымызды құйып, дәл жаңағыдай істеп, шпажкамызды тығып, сосын жапырағын жинап, дәл осылай шоколадқа батырып, құлпынайларымызды қатырып орналастырамыз осылай. Міндетті түрде арасын кішкене алшақтау етіп қойыңыздар, себебі бір-біріне тиіп, шоколадтарыңыз жанындағы тұрған құлпынайға тиіп кетуі мүмкін, формасын жоғалтып қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене арасын алшақтау қоямыз. Міне достар, дәл осылай күлгін және де ақ түсті біздің құлпынайларымыз дайын болды. Міне қалған бөлігінде жасап жатырмын. Келесі банкаға орналастырып жатырмын мұнда. Ал мұнда қара түсті шоколадқа ауыстым. Дәл жаңағыдай водяной баняда шоколадтарымызды ерітіп алдым. Банканың ішіне суымды құйып, үстінен осылай кондитерлік мешокқа шоколадымды құйып, құлпынайларымды батырып алып жатырмын. Сіздерге кеңесім, шоколадқа ешқандай май қоспаңыздар. Себебі шоколадтарыңыз сұйық болып, дұрыс қатпай қалуы мүмкін. Сондықтан тек шоколадпен шоколадты ерітіп жасағандарыңыз дұрыс. Осылай құлпынайларыңыз тез қатуы үшін мұздатқышқа кішкене салып алсаңыздар болады, тоңазытқышқа.
осылай өрнектер жасап шығасыздар өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен де көрсеттім, осылай зигзаг сияқты етіп жасап та сәндесеңіздер болады, өте әдемі көрінеді. Бірақ өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Мен мұнда бұл видеода екі түрлі шоколадты безендіруді көрсеттім. Осылай безендірсеңіздер де болады, өте әдемі көрінеді. Міне біздің құлпынайларымыз дайын болды. Ал енді букетімізді жинайтын боламыз. Мен ең алдымен осылай бір шпажканы алдым. Қара түсті. Және өзіме ыңғайлы етіп осылай орналастырып қойдым құлпынайларымды дайын болған. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәл осылай бір-бірімен тура, яғни жан-жағына бір тегіс етіп осылай скотч деп атаймыз ғой, скотчтың көмегімен астыңғы жағын скотчтап барынша қатты етіп скотчтай берген дұрыс. Шпажкаларыңыз міндетті түрде кішкене ұзынын алғандарыңыз дұрыс. Менікі дәл осы кезде кішкене шпажкам қысқалау болып қалды. Сіздер менің шпажкамның ұзындығы шамамен бір 30-35 сантиметрлік шпажка. Сіздерде одан ұзыны болса, міндетті түрде ұзын шпажканы қолданыңыздар. Букет жинаған кезде өздеріңізге ыңғайлы болады сонда. Дәл осылай кезек-кезегімен қойып, жан-жағынан дөңгелетіп, бір тегіс етіп букетімізді жинай беретін боламыз. Дәл осылай үшінші қатарымызды жинап бастадым мен. Қараңыздар, қара екі шоколад қойдым мұнда. Және де сіздерге кеңесім, егер де енді бастап жатқан болсаңыздар, букет түрінде заказ алып, немесе бір адамға сыйлыққа сыйлағыларыңыз келсе, міндетті түрде 23 штук қылып жасаған өте қолайлы екен. Мен мұнда 30-31 сондай штук болды менде. Ол клубникаларыңыз қанша үлкейген сайын, оны формасын дұрыс шығару өте қиын болады екен. Мен соған көзім жетті. Кішкене қалған клубникаларды орналастыру, әлде менің шпажкам қысқа болды, ол да себеп болды. Менің букетімнің дұрыс жинауға кедергі болды да, былайша айтқанда. Бірақ әдемі шықты соңында. Барынша әдемі етіп жасауға тырыстым. Қараңыздар, қолымның барлығына шоколад тиді, киіміме де шоколадтар, жұмыс істеп жатқан кезде шоколадтармен бүлінді. Бірақ сонда да өте әдемі етіп шығаруға, клиенттің көңілінен шығуға тырыстым. Міндетті түрде осындай кішкентай, ені кішкентай скотч қолдана беріңіздер. Өте қолайлы. Осылай астын қатырып тұрыңыздар скотчпен, орнынан жылжып кетпесін, букеттеріңіз шашылып қалмасын. Дәл осылай айналдырып скотчпен барлық букеттеріңізді қатырып шығыңыздар.
Достар, қараңыздар, дәл осылай клубникаларымыз көбейген сайын осылай әдемі бола түсуде біздің букетіміз. Менде күн қатты ыстық болып кетті, сондықтан кішкене осылай клубникаларым, шоколадтарым ери бастады. Тездетіп, жылдам жасап тастауға болады екен, егер 23 штук болатын болса. Мұнда 33 штук болған соң букетті жинау да өте қиын болады, достар. Егер сыйлыққа сыйласаңыз, міндетті түрде 23 штуктан асырмаңыздар. Міне достар, мен барлық құлпынайларымды жинап шықтым. Дәл осындай букет болды. Астыңғы бөлігін скотчпен жақсылап мықты етіп қададым. Мұнда санау үстіндемін. Менде 31-32 штуктай шықты шамада. Құлпынай, шоколад деген ол тағам болғандықтан осылай бетіне шаң тозаң түспес үшін осылай іші көрініп тұратын целлофанмен осылай жаптым мен бетін. Астыңғы бөлігін дәл жаңағыдай етіп скотчпен қадап жапсырып шықтым. Қараңыздар, осындай болып шықты, іші көрінеді. Ал енді гүлге арналған осындай қағаздар бар. Кез келген подарка, яғни сыйлық сататын дүкендер бар ғой, солардан таба аласыздар осындай қағаздарды, немесе гүл сататын магазиндерден де сұрасаңыздар сатады. Осылай орап шықтым. Екі шетін біріктіріп, видеоны дұрыстап, жақсылап қарайтын болсаңыздар өте түсінікті деп ойлаймын. Екінші қағазымызды кішкене енін ұзындау етіп алдым, себебі астыңғы бөлігіндегі, яғни шпажкаларды көрінбейтін етіп жабуы қажет. Дәл осылай қараңыздар, қолмен міндетті түрде ұстап тұрыңыздар. Осылай лентаны 2-3 рет айналдырып, букетіміздің астыңғы бөлігін қысып шықтым. Енді букетімізді байлап, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай лентамен байлап, өте сәнді етіп көріну үшін дәл осылай сәндедім. Достар, видеоны барынша түсінікті етіп түсіруге тырыстым деп ойлаймын. Дәл осы ақпараттар сіздерге ұнаса, лайк қойып, менің каналымның дамуы үшін маған подписаться етіп, қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, менің салған видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады.
Міне достар, нәтижесінде дәл осындай букет пайда болды. Қараңыздар, ешқандай дүкенден сатып алатын немесе заказ беріп жасайтын букеттен айнымайды. Қараңыздар, өте әдемі, тіпті керемет деп айтуға болады. Мұнда букетті мен бірінші рет жасап тұрмын. Сондықтан сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Міндетті түрде тырысып, дәл осындай букет шығаруға тырыссаңыздар, сіздер де жасай аласыздар деген ойдамын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге пайдалы ақпараттарды міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер.